тұрар дұрысқұлов естеріңде сақтаңдар, иә. Мынау мінекей Ресей Федерациясы, онымен көріспес жатқан Белоруссия. 9 маусымнан бастап қала сыртындағы дарын лагеріміз өз ауысымын бастады. Яғни мұнда 260-тан астам оқушы демалуда, олардың 180-і Қазақстан халқына қоғамдық қорының бағдарламасы бойынша демалады. Яғни бұл республикалық байқаулардың жеңімпаздары, олимпиада жеңімпаздары және спортта үлкен жетістіктерге жеткен балалар демалуда. Олар үшін біз мазмұнды да қызықты әртүрлі шаралар күнде ұйымдастырамыз. Одан бөлек балалар бізде бассейнге, арқандар саябағын жолақтарынан өтеді. Кейін спорттық шараларында өздерінің бақтарын сынап, кейін кешке шоу және кешкі мерекелік концерттерде бізде балалар өз өнерін көрсетеді. Мен Глубокий ауданынан келдім. Мен 7 сынып мектебін бітірдім. Мен бұл лагерге тегін келдім, себебі мектеп ішіндегі іс-шараларға, спортты жарыстарға белсене қатыса алдым. Мен бұл лагерде бірінші рет емеспін, 2-ші жыл демалудамын. Бұл жерді таңдаған себебім бұл жерде таулы аймақ. Таулы аймақта табиғат өте керемет және де таза ауа. This time for Africa.